Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздермен қарсы илгектің қалай тігу жолдарын бөлісетін боламын осы видеода. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жұмыстың барысында сіздерге көрсетіп жатқанымдай дайын оюды фетрға түсіріп аласыздар. Сосын оны қиып алып, әрі қарай қалай тігілетіні жөнінде көре аласыздар видеоның барысында. Міне осындай дайын оюлар шықты. Енді жұмыс барысына кірісеміз. Сіздерге ине керек болады, стразная лента керек болады, пайетки 6 мм, ронделі, хрусталь тастар керек болады. Әр түсте өзіңіз қалаған түсіңізде алсаңыз болады. Биконустар және бисер керек болады. Осы материалдарды қолдана отырып, өзіңізге әдемі әшекей тігіп алуыңызға болады. Мен стразная ленталарды жабыстырып жатырмын. Бұл әуелі түсу үшін жабыстырамын, сосын оны тігіп тастаймын. Алдағы видеоның барысында көре аласыз. Міне тігіп жатырмын. Өйткені клей ұзақ уақытқа шыдамауы мүмкін. Берік тұру үшін, жақсы тұру үшін тігіп тастағаныңыз жөн. Әр стразы екі стразының арасын салып, тігіп шықсаңыз екі тін жіппен жақсы сапалы бұйым болып шығады. Енді хрусталь тастармен көмкеріп шығамыз. Міне 5 бисер, 1 биконус, 1 ронделі, 1 пайетка алып, осылай тізбек-тізбектеп көз жұбаңызбен әдемі тігуге болады. Мына жерде жібіміз таусылып қалып жатыр. Қалай артын түйетінін көрсетіп жатырмын. Өйткені тастармен жұмыс жасаған кезде түйінде өте маңызды бөлшекке жатады. Шашылып кетпес үшін, ыдырап моншақтарыңыз шашылып қалмас үшін жақсылап түйіндеп, жібіңізді осылай білінбейтін қылып қиып тастасаңыз болады. Видео барысы қызық болып жатса, осы каналды қолдау ретінде, қазақша каналды қолдау ретінде каналыма тіркеліп кетсеңіз болады. Және комментарий қалдырып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Пайдалы видео болды деп ойлаймын. Енді мына жерде сізге қалай иненің жіптің бастап тіккен кезде түйінін бастап тігу жолын көрсетіп жатырмын. Ол да маңызды, өйткені сол жер шығып кетсе, тастар шашылып қалуы мүмкін. Сондықтан әдемілеп, нық қылып тіккеніңіз жақсы. Манағы сияқты мына жерде 5 бисер, 1 биконус, 1 ронделі, 1 пайетка алып, осындай тізбектеп келесі құлақшасын тігіп шығамыз.
үлкен кристалл тастардың айналасын қалай тігуге жолдарын көрсетіп жатырмын. Мұқият қарасаңыз, ол да қатты қиын жұмыс емес. Енді міне әдемі қарсылық егіміз дайын. Өзіңізге ұнаған шашағыңызды салып тігіп алсаңыз болады. Видео көргендеріңізге рахмет. Ұнап жатса, тіркеліп каналымды қолдап, лайк басып кетіңіз. Сау болыңыздар.